Бүгін жусан жегізіп қойдық бәріне. Міне. Қап-қатты қылып. Таяқ. Мұнdan бәрі қап-қатты. Бәріне осыны жегізіп қойдық. Тұр бәрі жеп, не істеп. Вроде ұнап қалды малдарға, білмеймін, бірақ жайлап жеп жатыр әрине. Қатты болған соң енді. Бірақ ұнап тұр енді жусан. Анда-санда жусан салып тұрсаңыз, ұнайды. Ал жиі болып кетсе уже малдар оны жемей қояды, кәдімгі арықтай бастайды. Көзімізше арықтай бастаған кездер бар еді. Көп жусан болып кеткенде. Қазір жусан ондай көп емес. Аптада бір рет саламыз. Рулондар шығады арасынан. Сондай жусан тоғылаш. Красавчиктер ғой. Сол кездерде жейді. Айтпесе былай жусан малға шынымен де зиян екен. Еще, кстати, улы жусандар бар дейді. Бірақ мен онымен келіспеймін негізі. Жусан улы болмайды ау. Может, болады более зияндау, более пайдалылау дегендей. Бірақ кәдімгідей улы жемендер деген жусан мен ойымша жоқ.